Сәлеметсіз бе балалар? Ертегілік кейіпкер тақырыбын жалғастырамыз. Алдыңғы сабақта біз ертегі кейіпкерін салып алдық. Енді балалар ертегі кейіпкерінің артқы фонын ойластырайық. Ол бізде қандай болады? Қай мезгіл? Қыс, жаз. Ал менің кейіпкерімнің жазғы мезгілінде суреттеймін. Жерді жасыл шөппен бояп аламын. Жасылға охра түсін қосамын. Және алыста, жақында орналасқан гүлдерді отырғызамын. Алыстағы гүлдер нүктеге дейін айналып кетеді. Және аспаным менің ашық, сары түстер, көгілдір, көк түс, ақ түспен араластырып бейнеледім. Менің кейіпкерім Айсұлу есімі. Ал сіздердің кейіпкеріңіз қандай? Сау болыңыз.